Назираның өмірі жоқшылық пен мейірімсіз ортада өтті. Әкесі ішімдікке салынып, үйге анда-санда ғана келетін. Ал анасы 5 баланың тағдырын көтеруге қауқарсыз еді. 3 қыз, 2 ұл бәрі өз күнін өзі көріп өсті. Балалық шақтарында түрлі тәтті түгілі тоқ нанға да жарымайтын. Аналары отқа піскен қара нанды қолдарына ұстатып, міне тамақ дейтін. Сол қара нанның өзі олар үшін ең қымбат ас еді. Мейірім көрмей өскен 5 бауыр уақыт өте бір-бірінен алыстап кетті. Еш қайсысы бауырлық жылуды сезінбеді. Ағасы ағалық танытпады. Әпкесі әпкелік мейірім көрсете алмады. Назира да жалғыздыққа ерте үйренді. Олар төбесінен су сорғалап тұратын, қабырғасы сыз тартқан ескі үйде тұрды. Қыста терезеден азынаған жел кіріп, пештің жылуы бой жылытпайтын. Сондай қиын күндері ағасы Ермек анда-санда полияға шығып, еңбегінің ақысына қап-қап ұн, май әкелетін. Үстел үстінде ақ ұн тұрған күн олар үшін нағыз мереке еді. Бірақ Ермектің мінезі қатал болатын. Әкелген тамағын міндетсініп, көп жемеңдер деп ұрсатын. Одан бөлек бәрін жұмысқа жұмсайтын. Тезектер, құдықтан су тарт деген айқайы құлақтарында мәңгі қалып қойғанда еді. Сол себепті олар ағаларын сыйлағаннан гөрі қорқып өсті. Әкесі таза спирт ішіп, ауыл кезіп кететін. Біреудің отынын жарып, біреудің жұмысын істеп, ақысына жаман су алатын. Ақыры сол ішімдіктің кесірінен қан құсып қайтыс болды. Ал анасы бір күні кешке ұйықтап жатып, таңертең оянбай қалды. Осылайша 5 бауыр 5 жаққа тентіреп кетті. Қара шаңырақта Ермек жалғыз қалды, бірақ оның тірлігі де оңалмады. Мінезінің қыңырлығы мен тұрмысының жұтаңдығынан ешбір қыз оған тұрмысқа шықпады. Назира Алматыға келіп, нағашы әпкесінің үйін паналады. Әпкесі базарда сауда жасайтын. Назира бірнеше жыл бойы оның үйін жинап, тамағын істеп, балаларын бағып жүрді. Өз өмірін ойлауға да мұршасы болмады. Ақыры әпкесі ұрлық жасады деп жала жауып, үйінен қуып шықты. Сол кезде Назира әпкесі Нағиманың қасына барып, базарда самса мен пирожки пісіруге жұмысқа тұрды. Күні бойы пештің ыстығына күйіп, қамыр мен майға бұлғанып жүретін. Түр түзеп, әдемі болып жүруге де уақыты болмады. Бір күні базарда жүк тасушы болып істейтін Қайрат есімді жігіт оған жиі көз тастай бастады. Кейін екеуі танысып араласа бастады. Қайрат та өзі секілді жетім болып шықты. Мұны естігенде Назира оны өзіне жақын сезінді. Уақыт өте екеуі бірге тұруға шешім қабылдады. Ешкімге жарияламай, шағын ескі пәтер жалдап өмір сүре бастады. Қайрат, мен сені жақсы көремін деп жиі айтатын. Сол сөздер Назираның жүрегіне жылу сыйлайтын. Дегенмен Назираның жүрегінде ер адамға деген сенім толық қалыптаспаған еді. Себебі бала күнінен көргені ішімдікке салынған әке мен тағдырдан шаршаған ана болатын. Сондықтан Қайратты жақсы көрсе де оған толық арқа сүйеуге қорқатын. Екеуінің тұрмысы өте қарапайым еді. Нағима кейде үйге самса мен пирожки салып беретін. Олар соны үлкен қуанышпен жейтін. Бар тапқан табыстарын үнемдеп болашаққа жинайтын. Бір күні өз үйіміз болады деп армандайтын екеуі. Сол ескі пәттерде қарапайым тағам мен кішкентай армандардың арасында Назира алғаш рет шынайы жылулықты сезінді. Қиындық көп болса да Қайраттың жанында жүріп, өмірдің бәрін бірге жеңуге болатындай көрінді. Сол күндер оның өміріндегі ең жұпыны, бірақ ең бақытты шақ еді. Өмірде адамға қуаныш та, қасірет те қатар келеді екен. Мен адал еңбекпен Аллаға сеніп өмір сүруге тырыссам, Қайрат бәріне оңай жолмен жеткісі келетін адам болып шықты. Бұрын оны мүлде ондай деп ойламаған едім. Көшеде қаңғып жүрген күндерімізді де, ескі пәтері тұрғанда да бәрін бірге жеңеміз деп армандайтынбыз. Бірақ бір күні бәрі өзгерді. Сол кезде аяғым ауыр болатын. Денем ауырлап, жүрегім айнып тұрса да жұмысымды тастамадым. Бір күні Нағима әпкем түрімді көріп, тез үйіңе қайт деп ұрысып демалуға жіберді.
Үйге жақындағанда есік алдында тұрған қымбат көлікті көріп, көңіліме күдік кірді. Мұндай көлік біздің ескі пәтердің алдында неге келді деп ойладым. Есікті ашқан сәтте өмірім төңкеріліп түскендей болды. Құлағыма әйелдің ыңырсыған дауысы естілді. Қайраттың демі, олардың қимылы бәрі көз алдымда қатып қалғандай еді. Сол сәтте ішімдегі күдіктің бекер емес екенін түсіндім. Қайрат адал еңбекпен емес, арам жолмен ақша тауып жүрген екен. Соңғы күндері оның көңілді болып кеткенін байқап жүретінмін. Бұрынғыдай шаршап келмейтін, бірақ оның өзгерісінің сырын дәл бұлай болады деп ойламадым. Жүрегім қан жыласа да шындықты қабылдауға тура келді. Сол күні Қайратты үйден қуып шықтым. Содан кейін оны мүлде көрмедім. Осы оқиғадан кейін жүрегім тас болып қатып қалғандай еді. Еркек атаулыға сенуден қалдым. Мәңгі бірге боламыз деген бос уәденің бәрі жалған екенін түсіндім. Ендігі жалғыз арманым ішімдегі сәбиімді аман-есен дүниеге әкеліп, оған өз шаңырағымды сыйлау болды. Ай күнім жақындағанша пештің қасында тұрып жұмыс істедім. Самсамен пирожки пісіріп, күн көрісімді жалғадым. Бір күні бастығыма ассортиментті көбейтсе қайтеді деп ұсыныс айттым. Ол келісіп, содан бастап түрлі пирогтар мен тәтті торттар пісіре бастадым. Тапсырыстар көбейді. Бастығымда еңбегімді бағалап, жалақымды көтерді. Күн сайын өзіме баламды жылы жарық үйге алып шығамын деп қайталайтынмын. Сол арман мені алға сүйреді. Көп замай бір бөлмелі пәтердің жарты ақшасын төлеп, қалғанын бөліп төлеуге келістім. Үйімді реттеп, сәбиіме қажетті заттарды жинай бастадым. Алла жеңілдік берді ме, босануым да оңай өтті. Дүниеге ұлым келді. Оны алғаш құшағыма алған сәтте жүрегім елжіреп, көзімнен еріксіз жас ақты. Тұңғышымды көргенде бар қайғым ұмытылғандай болды. Ұлыма Иман Әли деп ат қойдым. Бірақ еркелетіп Әли дейтін болдым. Сол күннен бастап өмірімнің мәні де, сәні де осы кішкентай сәби болды. Үйге шыққан соң баламды құшағыма қысып жатып, ұзақ шүкіршілік еттім. Қайратқа деген өкініш мүлде қалмады. Керісінше, менен және өз баласынан айырылғанына енді өзі өкінсін дедім. Көп ұзамай қайта жұмысқа кірістім. Әлиді кішкентай арбасына жатқызып қойып, пештің қасында самса пісіретінмін. Базардағы адамдар мына қыздың жігеріне таңғаламыз дейтін. Бір күні Нағима әпкем бауырларымды ертіп келіп, бәрі жиналып мені құттықтады. Сол сәтте өзімді алғаш рет жалғыз емес, үлкен отбасының бір мүшесі сезіндім. Әли өте тыныш бала болып өсті. Емізіп алсам болды, кішкентай құндағында уілдеп жатып ұйықтап кететін. Осылайша өмірімнің ең тыныш, ең жарық кезеңі басталды. Ұлымның әр күлкісі менің барлық шаршауымды ұмыттырып, жүрегіме қайтадан үміт сыйлады. Әли менің өмірімнің жарығына айналды. Ол түнгі ұйқымды да, күндізгі еңбегімді де жанынан бір елі қалмайтын. Алланың берген ерекше нығметі шығар, ұлым ешқашан жұмысыма кедергі келтірмеді. Керісінше, оның күлкісі мен мейірімге толы жанары маған күш-қуат сыйлайтын. Әли балабақшаға барған соң мен жұмысқа толықтай кірістім. Базардағы пештің ыстығы мен самсаның иісі мен үшін тірліктің иісіндей болып кеткен еді. Адамдар Назираның самсасы ерекше ғой деп мақтайтын. Бір күні бастығымыз шай үстінде зейнетке шығатын уақыт келді деді. Сол сәтте жүрегім дүрсілдеп қоя берді. Іштей бұл орынды мен алуым керек деп шештім. Нағима әпкем де мені қолдап, сен лайықсың деді. Осылайша бір күнде әрі жұмысшы, әрі басшы болып шыға келдім. Бар жауапкершілік менің мойныма түсті. Таңнан кешке дейін қамыр илеп, азық түлік тасып, есеп жүргізіп самса пісірдім. Кейде түн ішінде қамыр илеп отырып, терезеден түскен ай сәулесіне қарап күліп қоятынмын. Мен шаршауды білмейді екенмін дейтінмін ішімнен. Расында да шаршауға уақытым жоқ еді. Себебі әр еңбегімнің артында баламның болашағы тұрды. Бір кезде өз пәтерім болғанына қуанған менің жүрегімде жаңа арман пайда болды. Енді кең, жарық жаңа үйде тұрғым келді. Күн сайын алыстан жарқыраған биік үйлерге қарап, сол жерде Әли екеуміздің бақытты өмірімізді елестететінмін. Ақыры тәуекел деп пәтерімді сатпақ болдым. Бірақ дәл сол кезде жанашыр әпкем Назым ақылын айтты.
Пәтеріңді сатпа, қазіргісін жалға бер де жаңасын ипотекаға ал. Бір пәтер, екіншісін өзі төлейді деді. Осы сөз менің өмірімді өзгертті. Сол күннен бастап әр тиынды арманымның бір кірпіші деп санадым. Таңнан түнге дейін еңбек еттім. Ақыры жылдар бойғы терімнің өтеуі қайтып, жаңа пәтердің кілтін қолыма алдым. Сол сәттегі қуанышымды сөзбен жеткізу мүмкін емес еді. Ұлым екеуміз жаңа үйге көштік. Жарық бөлмелерге қарап, бақыт деген осы шығар деп ойладым. Ескі пәтерімді жалға беріп, ипотекамды сол ақшамен жауып отырдым. Аллаға шүкір, таршылық көрмедік. Тіпті Нағима әпкеме де көмектесе бастадым. Әли де ер жетті, ақылды, тәрбиелі жігіт болып өсті. Мектептен кейін үйге келіп, сабағын оқып, үй шаруасына көмектесетін. Мен оған ештеңені аямадым. Қымбат киім де, әтір де, көлік те алып бердім. Мен көрген қиындықта ұлым көрмесін деп тіледім. Балам 18-ге толғанда оған көлік сыйладым. Көліктің кілтін ұстатқанда көзіме тағы жас келді. Бұл менің маңдай терімнің жемісі ұлым дедім. Ол мені құшақтап, енді сізді базарға мен апарамын деп күлімсіреді. Сол күндері өзімді нағыз бақытты ана сезіндім. Бірақ уақыт өте келе Әли өзгеріп бара жатқандай көрінді. Бұрын мені контейнерге дейін шығарып салатын ұлым енді жол жиегіне түсіріп кететін болды. Бір күні балам неге бұрынғыдай ішке дейін апармайсың деп сұрадым. Ол көзін тайдырып, анашым, үстіме майдың иісі сіңіп қалады. Құрдастарымның қасында ыңғайсыз деді. Сол сәтте жүрегім шым ете қалды. Ұлымның жанарынан баяғы бала кездегі мейірімнің орнына ұялу мен жасқануды байқадым. Мен үндемедім, бірақ ішімде бір нәрсе сынып кеткендей болды. Сонда да өзімді жас қой, бәрін кейін түсінеді деп жұбаттым. Бір күні ол үйге көңілсіз, ашулы күйде кірді. Басын ұстап ауыр күрсінді. Балам, не болды? Дедім қасына барып. Ол біраз үнсіз отырды да, анашым, ертең сізбен маңызды нәрсе сөйлесуім керек деді. Сол түні көз іле алмадым. Таңертең ерте бөлмесіне кірсем, Әли ұйықтап жатыр екен. Қасына отырып маңдайынан сипадым. Сол сәтте көз алдыма оның кішкентай кезі. Менің түн ұйқымсыз еңбегім, пештің қасындағы күндерім елестеп кетті. Әли оянып, маған біртүрлі көзбен қарады. Балам, не болды дедім, даусым дірілдеп. Ол төмен қарап, мама, мен үлкен қателік жасадым деді. Әрі қарай ұлы Әлидің қандай қателік жасағанын білгілеріңіз келсе, екінші бөлімді күтіңіздер. Шытырманға толы оқиға енді қызық болмақ.